осындай өмір жолында жанына батқан ауыр жетті жеңіп, өзгелерге үлгі боларлық ерік жігерінің арқасында бүгінгі таңда қоғамда өзінің жетістіктерімен таңғалдырып жүрген көптеген осындай зағип жандарды кездестіріп жатамыз. Олар біз үшін шыны керек үлгі, әрі денсаулықтың қадірін ауырғанда білесің демекші, көпшілігіміз сол кезімізде денсаулыққа көңіл бөлмей жататынымыз бар. Бұл әттеген-ай, расында да. Иә, құрметті көрермен, осы бір әңгіменің жалғасын біз сюжетке береміз, арнамыздан алыстамаңыздар. Олардың әлемі басқаша, олар мына ғаламатты жүрек көзімен көреді. Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен бірге бүгін зағип жандардың отбасы және өмірі туралы айтамыз. Әртүрлі уақытта әртүрлі халықтардың құндылықтары өзгеше болады. Бірақ кез келген уақытта, кез келген халық үшін маңызды бір құндылық бар. Бұл отбасы. Отбасы ыстық ұя, қазірде көпке үлгі боларлықтай ел алдында жүрген отбасылар көп. Ал қазір мен айтқалы отырған отбасы оның бірі әрі бірегейі. Бұл Алтыбаевтар отбасы. Яғни біз білетін бұрынғы сәт триосының әншісі Сапарбай Алтыбайдың отбасы. Қайтер едік өмірге келмегенде, көнеміз ғой қайтеміз көнбегенде, төземіз ғой қайтеміз төзбегенде, көлден тамшы бұйырмас шөл дегенде, шөл дегенде. Олардың әлемі саусақ ұшындағы өзгеше әлем. Тағдыр тауқыметіне қарамай бірін-бірі тапқан Сапарбай мен жұбайы Әсемнің жандарын сөзсіз жүрекпен сезінетінін мен және менің отбасым байқауынан аңғардық. Бұл жерде Назира деген кейіпкер туралы айтылған, оның басынан өткен оқиғалары сол уақыттағы жаңағы бір қиыншылықты бір-бірінің заманда белгілейтін бір Назира деген кейіпкердің басынан өткен оқиғалары. Халық арасындағы отан отбасын басталады деген қағидаға айналған сөз қай кезде болсын өзгерген емес, өзгермек те емес. Елбасымыз айтқандай, отбасы Қазақстан қоғамының діңгегі болады. Байқаудың арқасында көптеген отбасылар бір-бірімен танысып, дос болып, білік берекесі жарасқан отбасылардың бірі-бірегей болады деп есептеймін. Сондықтан осындай байқауларымыз өте көп болсын. Отбасында адам сүйіспеншілікпен қамқорлықта, мейірімділікпен жауапкершіліктің алғашқы сабақтарын алады. Отбасы жеке тұлғаны әлеуметтендірудің маңызды институты болып табылады. Отбасы институтының басты міндеті ұрпақ тәрбиелеу.